Сәлем достар, мен Айсара Нұржан, чакролог медитатор, коучпын. Бүгін тікелей эфирде чакра разборларын өткіземін. Қазір жазып қояйын. Оған дейін қыздар жайлап қосыла беріңіздер. Чакра разбор. Так, енді эфирдің ережелерін айта кетейін. Кімде-кім қазір осы жерге маған запрос лақтырады, сол үлгереді. Так, оған дейін эфирді адамдарға жіберіп қоямыз. Қазір. Өткізіп алмасын ешкім эфирімізді. Жазыламыз, қыздар. Маған запростаңыздар. Яғни, қандай проблемаларыңыз бар, қандай мәселеңіз бар, не мазалайды, сол туралы айтасыздар, эфирге шығасыздар менімен бірге. Сосын мен сізге ол қай чакрадан болып жатқанын түсіндірем. Эфир Инстаграмда сақталмайды. Мына жерге запростаймыз. Астында, мына тікелей эфирдің астында видео тұр, видеомен плюс қойсаңыз, сол жерге сіз маған эфирге қосыла аласыздар. Сондықтан да, давайте тездетіңіздер. 1 сағаттың ішінде бітірейік. 3 адамды разборлағым келіп тұр. Яғни, оның проблемасы қайда жатыр, қай чакрасын тазалаған кезде оған жол ашылады, ол неден болуы мүмкін, ключевой моменттер, оның негізгі, солар туралы талқылаймыз. Ал кеттік, саламатсыздар ма? Давайте, мына плюсты қоямыз, сол арқылы эфирге шығамыз. Мүмкін, егер үлгерсек, астрологиялық картасы бойынша ол адамның әлсіз және мықты чакраларында айта кетеміз, қараймыз. Қазір сайтым жасап тұрса, ол адамның, ол үшін бірақ әрине туған күн, туған ай, туған жыл, туған сағат, мүмкін болса туған жеріңізді айтқаныңыз дұрыс болады. Так. Кім дайын? Уже бар запрос. Давайте. Кім бірінші болады? Сәуле Бусаханова уже запрос жіберді. Сәуле, жайлап дайындала беріңіз. Қазір бұйырса чакра разборыңызды жасап береміз. Ақша проблемасы. Сәуле, қазір шығасыз эфирге. Туған күніңізді, туған ай, туған сағат, туған жер, туған жылыңызды дайындай беріңіз. Әрі өзіңіздің астрологиялық картаңыз бойынша эфир разбор, әрі өзіңіздің проблемаңыз бойынша. Қазір кішкене сайт құрылсын. Басқаларымызда мына жердегі видеоны плюсты баса беріңіздер. Бүгін мүмкіндігінше 3 адамға разбор жасағым келіп отыр. 1 сағаттың ішінде. Шамамен 12:45-тен 1:45-ке дейін аяқтаймыз. Бәрі кішкене жиналын қарасын. Сосын не ғой, басқа адамдарға, осындай проблемасы бар адамдар болса, айналаңызда эфирді жүріп қойсаңыздар, қарсы емеспін. Себебі мүмкін біруге пайдасы тиер. Так, қазір жүріп тастайын тағы да. Өзіміздің адамдарға. Қазір. Мен деген қазір бір кофейняға келіп, осы жақтан не істеп жатырмын? Эфир өткізіп жатырмын. Кофейнядамын. Сол үшін, скорее всего, не нашар. Свет нашар. Бірақ енді түсіністікпен қараңыздар. Свет нашар, бірақ қазір. Эфирді қыруар адамға жіберіп тастаймыз. Ешкім өткізіп қалдырмасын. Қазір. Сәуледен бастаймыз қазір. Болды. Сіздер де эфирді жіберіңіздер адамдарға. Ал Сәуле, дайынсыз ба? Кеттік. Бісміллә. Қысқа да нұсқа айтамыз. Сосын мен сұраған кезде жауап береміз. Сәуле, сіз күтіп отырыңыз. Эфирге шығамыз, тездетеміз. Туған күн, туған ай, туған жыл, туған сағат, туған жеріңізді айтасыз. Саламатсыз, Сәуле, қалайсыз? Қош келдіңіз эфирге. Саламатсыз. Мен даусым естіліп тұр ма, бәріңізге? Естіліп. Давайте, Сәуле апай, сіз пока туған күніңіз, ай, сағат, жылыңызды айта беріңіз, сосын сұрағыңыз қоясыз. Давайте, кеттік, тездетейік. 1962 жыл, 11 шілде. 11 шілде. 65 жыл. 64? 65. 62? Мен папаммен жас екенсіз. 65? Иә. Даусым түсінбейді. Сағатыңыз, туған жеріңіз айта қойыңыз. Туған жерім Шымкент облысы. Санат дейсіз ба? Сағат мүмкіндігінше, хотя ең болмағанда примерно.
сағат 12:45. Күндізгі ма? Иә. Так, 11 шілде 1965 жыл Шымкент қаласы. Дұрыс па? Иә, Шымкент облысы. Шымкент облысының Шымкент қаласы ма, или басқа бір несі ма, ауылы ма? Мырзакент ауданы. Ауданның ішінде қандай не бар? Алғабас. Қалай? Мырзакент поселкісі бұрын Алғабас еді, қазір Мырзакент болды ғой. Алғабас. Қараңыз, екі Алғабас Түркістан, Мырзакент Түркістан шығып тұр. Қайсы дұрыс деп Иә, ойлайсыз? Мырзакент Алғабас. Так, Түркістандағы, иә? Қазіргі. Хорошо, жайлап қазір құрылысын картамыз. Енді давайте пока құрылғанға дейін сіз өзіңіздің проблемаңызды қысқа да нұсқа айта кетіңіз. Бәріне үлгерейік. Бүгін 3 адамға үлгергім келіп отыр жалпы. Қандай мәселе мазалайды сізді? Ақша проблемасы депсіз. Қалай? Не? Кредит па, қарыз ба, қанша, қашаннан бері бәрін айта беріңіз. Мен осы жаңа жылдың алдында бір инвестицияға ақша салып едім ғой. Сол қандай инвестиция? Каспи профит дегенге. Ол тексеріп алдыңыз ба? Алдын ала салар кезде? Сол тексермей салып отырмын ғой. Содан олар мошенниктер болып, ақшамды қайтара алмай жүрмін. Заңға беріп қойдым. Қазақтың проблемасы. Өкінішке қарай. Қанша салдыңыз? 10 миллион. Да. Сәулепбай, ол ақшаны қазір төлесуге көмектесетін адам бар ма? Жоқ. Бір өзіңсіз ба? Жоқ, енді қарыз қалдым ғой, қайнымнан, балдарымнан алған ақша ғой. Балдарыңыз беретін кезде сұрамады ма Низатқа үйретқаныңызды? Айттым ғой, инвестицияға салып жатырмын деп. Ештеме демеді? Енді мамасы сұрап тұрғасын не дейді олар? Получается, сіз балаларыңыздан ақша сұрайсыз? Иә, жетпеген жерін сұрадым ғой, маған айтты ғой, кем дегенде сол 10 миллион салуым керек. Осы жерде осы установкамен жұмыс жасап жіберейікші. Не үшін балаңыздан ақша сұрайсыз жалпы сіз? Маған ана жаңағы мошенниктер айтты ғой. Крупный сумма салу керек, инвестиция жасау үшін. Енді сіз балдарыңыздан сұрайтын бедіңіз ақша? Бұрын ба? Жоқ. Бұрын сұрамайтын едім. Бірінші рет. Иә, бірінші рет. Балаларыңыз мамасы сұрап тұрғасын ештеме демеді, суырып берді. Иә. Қазір не деп жатыр балаларыңыз? Ренжи ма сізге? Ренжиді ғой енді, көп ақша болғасын. Жұмыс жасайсыз ба? Киверпол дегенге беріп қойды. Иә, мұғаліммін ағылшын тілін. Енді қазір оны кредит қалай төлеп жатсыз? Или кредит емес па бұл, тек қарыз ба? Кредитті алған жоқпын, қарыз қалғанмын ғой. 8 миллиондайын қарыз қалдым, 2 миллион өзімнің жазда тапқан ақшам жинағым ғой. Жалпы бұған дейін алдан көрдіңіз ба? Жоқ. Ешқашан? Бірінші рет? Жоқ. Бұндай зат боламайды. Немен түсірді сізді қақпанға? Инвестиция жасаймыз, жаңағы Инкок, Шеврон, Клең мұнай компанияларының дивидендін жеңіп алып жатырмыз. Соған ақша салыңыз деп сөйледі ғой маған. Неге сендіңіз? Қалай сендіңіз, қалай? Әлде басыңыз қазір енді анализ жасаған кезде басыңыз айналып қалған сияқты ма сол кезде? Әлде бір фактілер келтірді ма? Жоқ әлде бір болыңыздан басты ма? Фактілер келтіріп, жаңағы Trustwallet деген кошелекте тұрған ақшаны көрсетті. Солардан гарантийный письмо, осындай ақша бар тұр, міне осының кісінің шотында тұр дегенді көрсетті. Бірнеше фактілер көрсетті ғой. Гарантийный письмо талап еттім, гарантийный письмоны да жіберді. Өздері жіберді? Жаңағы кошелекте тұр ақшаңыз дейді ғой маған. Кошелекте тұр, сол ақшаны сізден алып береміз деп сөйдеді.
Танысыңыз ба бұны кіргізген бұған? Жоқ, ешқандай. Желіден қарап, басында азғантайдан салып жүрдім, сосын ойбай, ізделкі болып жатыр, көп ақша салу керек, әйтпесе үстінен ақша көрмейсіз деп сендірдім. Давайте сол уақытқа барайық, ойша есіңізге түсірейік. Сол ақшаны салып жатқанда ойыңызда не болды? То есть не мақсатпен салдыңыз? Или қандай ниетіңіз болды? Қандай ой, жоспар, арман? Менде деген кредит бар, ипотечный. 253 мың ақша төлейм айна. Сол кредитті жапқым келді ең бірінші. Ипотечный кредитті не үшін, қашан, қалай алдыңыз? 1 жыл болды, балам қалаға көшетін болып, содан ипотечный кредитті алып бердік аяқ астынан. Неге аяқ астынан? Жұмыс ауысып кетті. Жұмыс табылмады ауылда. Балаңыз нешеде? Балам ба? 30-дан кетті. Оған дейін жұмыс жасады ма? Сол 30-дан кеткенге дейін? Әр жерлерде, частныйларда жасады, жұмыс табылмады ауылдан. Сосын қаладан жұмыс табылып, қалаға кетті. Сосын 2 баласы бар. Сосын енді 3-4 ай квартирада жүрді. Аядыңыз ба? Ана квартирадан, ана квартираға. Сосын аядым да, сосын айттым, мама, сенің айлығың жақсы ғой, бізге кредит бермей жатыр ипотечный. Сіз оформление жасап алып беріңіз шеш деп шүйдеді. Сосын барып ұрындық қой енді. Ұрындық 21% дегенменен, оны есептеп қарасаң, ол 80-90%-ға келіп тұр. 2 бөлмелі үй, ошым 33 миллионға шығып тұр. Қазір кім төлеп жатыр енді? Өзіңіз төлеп жатсыз ба? Балаңыз не істеп жатыр сонда? Балам да төлеп жатыр. Арасында ақшалар болмай қалады, қала болғаннан кейін да. Сосын арасында көмектесем менде. Сосын ойладым ғой, ең болмаса жартысын жабайын соның. Күйеуіңіз қайда? Күйеуім де бар ауылда, ол да жеке немен. Көмектесе ма ол? Иә, сол балдардың бәріне екеуміз ғой көмектесеміз. Қалған балдарыңыз бәрі үйлі? Олар бөлек үйлі, иә. Осы балаға көмектесу керек деп ойладыңыз, иә? Иә. Жұмыс жасай ма? Балам ба? Келіншегі жұмыс жасай ма балаңыздың? Иә, келіншегі де жақында кірді жұмысқа. Хорошо, давайте онда сұрақтарымды болдым. Енді арай тыңдаңыз, хорошо? Сіздің чакраларыңызбен, әлсіз мықты чакраларыңыз және осы проблема неден болып тұр. Так, сіздің астрологиялық картаңыз бойынша жалпы сіз шаян болғанмен, сізде мерген шоқжұлдыз, мерген деген шоқжұлдыз, ол андай от стихиясы. Ол от стихиясы анандай адамда, ол настроениенің адамы. Ол андай көңіл күйдің адамы, ол деген бір өзінің больдарына, точкаларына басса аяп кетеді, аяншы оянып кетеді, мать Терезаға оянып кетеді көбіне. От стихиясының адамдары бір андай жомарттығы бар. Кейде керек емес жомарттығы бар. Кейде шаш жіберетін жомарттығы бар, көрмей қалатыны бар. Тем более сіздің пораженный планетаңыздың ішінде Юпитер тұр. Юпитер пораженный адам вообще неше шығын кетті, қалай кетті, көрмей қалады, арасында бет көз жабылып қалады. Сосын жаңағыдай статус, ата, таң, адамдарға деген көріну, ойбай, жаңағыдай қалай болады, жұрт не дейді деген сияқты нәрселер сізде бар. Себебі пораженный Юпитер. Және екінші сізде Марс пораженный, ол Марс адамның жаңағыдай резко шешім қабылдауларына, энергиясына, бір зат соңына дейін жеткізуге жауап беретін планета. Сондықтан бұл құйымшақ төменгі чакраларға жауап береді, а Юпитер асқазан чакрасына жауап береді. Яғни сізде екеуде пораженный. Яғни сізде ақша каналдарынан проблема болады дегенді білдіреді. Әр адамның өзінің астрологиялық картасында, яғни астрологиялық карта дегенімізде біз туған кезде аспан әлемі постоянно қозғалыста жатады ғой, қозғалыста жүреді. Сіздің бір планеталарыңыз жақсы қозғалыста, бір планеталарыңыз сіз туған кезде ыңғайсыз болады. И ол ыңғайсыз планеталарда бізде поражение деп айтады. Ол поражение адам өмір бойы сол планеталармен жұмыс жасауына тура келеді дегенді білдіреді. Сол үшін сізде өмір бойы төменгі чакралармен жұмыс жасауға тура келеді дегенді білдіреді. Яғни құйымшақ чакрасы және асқазан чакрасы сіздің әлсіз чакраларыңыз. Ол екеуі де ақшаға жауап беретін чакралар. Яғни әр адамның 12 сферасы болады. И 12 сферасының біреуінде бәрі керемет болуы мүмкін,
біреуінде бір нашарлау мүмкін да. Сіздің нашар планеталарыңыз, сіздің әлсіз тұсыңыз ол ақша, яғни астрокартаңыздан көрінгендей. Енді не істейсіз бұл жағдайда? Не істейсіз? Бұл жағдайда біріншіден аппетитті қысқарту керек. Енді қалай болса солай, жить посредством дейді ғой. Жить посредством үйрену керек сізге. Себебі Юпитер слишком ашық, шашып жібересіз, көрмей қаласыз, жұрттың сөзі, атақ, статус дегенге жүгіріп кетесіз де, көзіңіз байланып қалады. Ойбай, анау компания Шеврон, ана компания, атағы жер жарып тұрған нәрсе сізді тартады да. Сол арқылы сіздің басыңыз айналдырып тұр да, көрдіңіз ба? То есть сізге өмір бойы осы екі проблемамен жұмыс жасауға тура келеді. Марс, құйымшақ чакрасы, ол осы өмірден орын табу, ақша табу, өз-өзіңді дәлелдеу, соңына дейін энергияны жеткізу. Осы жағы сізде әлсіз. Юпитер, ол ақша табу, ақшаны шашу, ақшаны құрту, ақшаны тарту, молшылық, былайша айтқанда асқазан чакрасы. Осы екі чакрамен өмір бойы сізге жұмыс жасауға тура келеді. Әйтеуір бір кездері болмасын, бір кездері осыдан проблема болады дегенді білдіреді. Яғни сізге құйымшақ пен асқазан чакрасын тазалау керек, тұрақтандыру керек, бекіту керек, күшейту керек және ашу керек. Или наоборот, слишком ашылып кеткен болса, соны қысу керек. Басқа чакраларды басып кетпеу үшін. Яғни чакра дегеніміз не? Чакра дегеніміз әр адамның энергетический каналдары. Әр адамның бір сфераларына жауап беретін каналдары. Ақша каналдарын әлсіздеу, жабықтау. Не болып кетті? Диктофон ба, не қойып қойдыңыз ба? Жоқ, соғып жатыр біреулер. Сол үшін сізге, қараңыз, Сәуле ханым, Сәуле апай, сізге осы төменгі корневой 3 чакраны тазалау керек. Корневой 3 чакра. Яғни, біріншіден, кішкене жить посредством дегенді үйрену. Екіншіден, энергия жинауды үйрену, шаша бермей. Үшіншіден, сәл-сәл асқазан жүрек чакраларын қысу, яғни слишком материалдықтан арылу, және құйымшақ және асқазан чакраларын тазарту керек. А ол қалай жүреді? Арнайы техникалар болады, арнайы медитациялар болады, арнайы әдістер болады, соларды ашатын. Мысалы, мен өзімнің жеке чакра тазалау техникам болады. Соған қатысу арқылы, сіз мені қайталап отыру арқылы, арнайы техниканы, сіз уже жаңа чакраларыңыз реттеле бастайды. Сол менің чакралар, менің осы техникам арқылы, менде 40 миллион, максимум 90 миллион қаржын жапқан апайлы адамдар бар. Сізде қарыз қанша дейсіз? Неше миллион? 8 миллион. 8 миллион. 8 миллион, 2 миллион өзімнің ақшам ғой енді. Қараңыз, енді бұл жерде қалай шешілуі мүмкін? Егер сіз чакраларыңызды ашсаңыз, ақша каналдарыңыз реттелсе, мына пораженный планеталарды реттесеңіз, энергиялар дұрыс жүреді да, яғни сіздің сол каналдарыңызды жауып тұрған бір уайым, материалдық, тым қатты шаш жіберу деген нәрселерді сіздің энергияңыз уже қалай чакраларды ашу арқылы уже олар өзіне өзі реттеледі, понимаете? Чакраны жасау арқылы сізге уже миыңызға, мышлениеңізға жаңа информация келеді. Аффирмацияларыңыз, арнайы аффирмациялар болады, сол аффирмацияларды қайталау арқылы сіз уже мышлениеңізді өзгертесіз, миыңызды. Мышлениені өзгерткен адам сол нәрселерді тартады, өзгерістерді. Яғни, каким-то образом, или соттан жеңіп кетуіңіз мүмкін, соттан жеңіп, ақшаңызды қайтып алу мүмкіндігі ашу мүмкін, или күйеуіңіздің, или өзіңіздің, балаңыздың бизнесі жүріп кетіп, жаңа миллиондарды оңай жабуыңыз мүмкін. Ол мүмкін нәрсе. Себебі, менің немде, осы практикамда, әйтеуір 90 миллионға дейін қаржын жатқан адамдар бар. Сіз өзің таңғаласың, бір как будто чудо сияқты. Чудо емес, просто адамның артық ойлары кетеді, артық жаман энергетикалар кетеді, мышление өзгереді, четко по делу әрекет ететін болады мышление. Мышлениядан дұрыс энергиялар бөлінеді, керексіз заттарды ысырып шығарып тастайтын. Сол арқылы сіздің уже, былайша айтқанда, бәрі бізде энергиядан тұрады ғой, бүкіл әлем. Сізге уже ақшаны келеді. Сондықтан да сізге құйымшақ және асқазан чакрасын ашып, тазалап, реттеу керек, Сәуле ханым. Потому что ол сіздің өмір бойы проработка жасайтын чакраларыңыз. Марс пен Юпитер каналыңыз жабық сізде, поражениеда тұр. Ол энергияға жауап береді. Яғни мен оны ойлап тауып отқан жоқпын. Міне сізге көрсетейін қазір. Міне. Поражение и Марс, Юпитер. Көрдіңіз ғой? Сондықтан сіздің осы екі каналыңызбен жұмыс жасасаңыз, осы ақша проблемасы, келесе алдану,
ешкімге алданбайтын боласыз, және балаңыздан ақша сұрамайтын боласыз. Және балаңызға көмектеспейтін боласыз. Балаңыз өзінің табысын тауып кете беретін болады. Енді Сәуле ханым, сізге сұрақ. Осыларды тазалағыңыз келе ма, осы қарыздардан құтылғыңыз келе ма? Или просто тек ойлап қана қойып жүрсіз ба? Тазалағым келеді ау. Неге тазалағым келмейді? Енді мен қарайған ақшаны жаңа желге ұшырып отырмын ғой. Тазалағым келеді. Осы материалыңыздан арылғыңыз келе ма? Там қатты көмектесіп келеді ғой, келеді. Бұл білесіз ба, бізде қаяқтан келіп жатқан? Бұндай материалдық, вообще жомарттық керек емес, ынсапты жойып алушылық. Бұл балақшақтан келіп жатыр бізде. Яғни жақтағы, мысалға мынандай да, мысалы әке шеше, көбіне біздің әке шешелеріміз бені талап етеді, істе, жұрттың пікірі үшін істе, біреуде ұят болады, жұрт не дейді, бұл ұят болады деген сіңіп кеткен біздің миымызға. Баланың үйсіз жүргені ұят болады. Или баланың үйсіз жүргені обал болады. Дейміз де біз аяушылыққа кіріп кетеміз, бая балалық шақтан қалған установкалар мидағы. Түсіндіңіз бе? Иә. Сондай проблемалар тартып тұр ғой, көрдіңіз бе? Егер сіз балаңызды аямай, 30-дағы дардай азамат, егер сіз бүйтіп айтсаңыз, балам, бізде біраз жасқа келдік, сендерді өсірдік, қақтық, мүмкіндігінше бердік, жақсы бала шағаңды бағып берермін, или біздің үйде тұра тұрасың ба, жоқ әлде барып бірге үй жалдаймыз ба, басқа бір әдісін посредством өмір сүрейік, өз үйіңде екеуің тырмысып табыңдар, ақша каналдарыңды ашыңдар, жап-жас адамсыңдар, солай ма? Ақша жинап бірге өсіп жұмылып көтерген жүк жеңіл болады деп деудің орнына сіз барыңызда ұрындыңыз қыруар ақшаға. Жалпы кредит деген нәрсе, ол бүкіл энергияны жоятын нәрсе. Мейлі ипотека, мейлі кез келген нәрсе, мейлі ол рассрочка, мейлі ол рет. Бойында кредит болатын болса, новый ақшаларды тартуға энергиясы жетпейді. Себеп сіздің ойыңыз, фокус бәрі ана кредит жауға етіп жатыр. Ешқашан кредитке, қарызға жолауға болмайды, рассрочка, ретке, мүмкіндігінше. Конечно, үш қана ситуация болады жолауға болатын. Адам өлім халінде болса, адам түрмеге түсейін деп жатқан болса, және үйінен я бір үлкен бір несінен айырылайын деп кішкене ғана ақша керек болып тұр, соған кредит керек болып тұр, сондай бір мәселе болмаса, қалған ситуацияларда ешқандай кредитке, қарызға, ипотекаға кірмеген дұрыс. Жинаңыз одан да, шыдаңыз. Посредством живите, шашпаңыз, той садақаға бармай тұра тұрыңыз. Или той садақаға барыңыз, қазір мен кредитім жауып жатырмын, пока осынша бере тұрам, менің тойыма да осынша берерсің, нағыз болмаса. Ұят болады дегеннен шығыңыз. Ол үшін мышлениені өзгерту керек. Бұйырса ертең мен 24-ші, бүгін кешке марафоным басталмақшы, жаңа мен деген. Сол жерде осы мидағы затыктарды өзгертеміз. Осындай эфирлер, разборлар болады сол жерде, живой. Сіздің миыңызда қандай установка мешать етіп тұр, соны алып, аршып, мен орын-орнына қойып, соған керекті медитацияны берем. Мысалға менде травма медитациясы деген бар. Соны сіз жасау арқылы уже сіз ана установкалардан шығасыз. Енді қайтып, біреуді аяу, біреуге тек бере салу, или жұрттан ұят болады деген установкалардан шығасыз. Или ата-бабаңыздың бір травмаларының кармасынан шығасыз. Может, ата-бабаңыз біреуге қарыз болған шығар, біреудің ақысын жеген шығар, содан сепарацияланасыз. Түсіндіңіз бе? Соған қатысқыңыз келе ме, Сәуле ханым? Мен бәріне де қатысқым келеді. Негізі осындай нелерге көп қатысатын едім ғой. Психологтарға, нелерге. Енді қазір шынымды айтайын, қаржым болмай отыр. Ана қарыздар қысып жатыр жан жағымнан. Енді мен қызық айтайын. Тәуекел түбі жел қайық, өтесің де кетесің. Менің чакрама соңғы ақшасын әкеліп, сеансыма. Бірінші Алла, екінші Айсара ханым сізге келіп, сосын мен оған айттым, тәуекел етсеңіз, осы қарызың жабылады көп ұзамай. Сөйтіп жабылып кеткен адамдар жетеді. Түсіндіңіз бе? Жетеді. Менің ақшам қазір уақытта 1 миллион емес, 500 мың емес. Өте доступный цена, 33 мың теңге. Еще сіз сол 33 теңгенің ішіне травма медитациясын жасайсыз. Күндегісін күнде менің жаңағы жетекшілігім болады. Эфирлер болады осындай разборлы. Түсіндіңіз бе? Проблемаңызды шешеміз как по полочкам. Психологқа барудың да қажет жоқ.
ата-ана медитациясы болады оның ішінде. Арман медитациясын жасаймыз бірге. Бүкіл армандарымыздың жүзеге асыратын арнайы техникасын беремін. Еще миссиямызды еске алып, өмірге не үшін келдік? Сол миссиямызды еске түсіріп, былайша айтқанда басқа адам жаңа мен болып шығасыз. Сондықтан ойланыңыз, егер Сәуле ханым тәуекел етсеңіз, шешім қабылдасаңыз, қарыздан құтылам деп, менде сол қарыздан құтылдыратын техникалар бар. Және оған гарантиямен айталам. Гарантиямен айталам. Әуелі Алла. Егер бір жылдың ішінде, мысалға, бір жылдың ішінде ешқандай қарыздан құтылмаған болсаңыз, мен сізге ақшаңызды қайтарып беремін. Келісейік. Егер мысалға да, егер жаңа гарантия керек болса, бірақ сіз өйтіп келмейсіз, потому что сіз білесіз, что энергиялы каналдар ашылып, мышление өзгергеннен кейін ешқандай да қарыз сізге жоламайтынын. Мен мысалы өзім басын алатын болсақ, Каспиімді алатын болса, тап-таза, менде кредит жоқ. Соңғы уже примерно 5 жыл. Осы чакраны ашқаннан кейін. Қандай ситуация болмасын, Алла тағала ритм келтіреді, каналды ашады. Қандай ситуация? Құдайға осы, білмеймін, Құдайға сеніп тапсыру медитациясын қосам ба, ойланып отырмын. Егер марафоншылары нормальный деңгейдегі адамдар болса, осы марафонда Құдайға тапсыру медитациясын жасау арқылы сіз уже, былайша айтқанда, Құдай сіздің проблемаңызды өзі-ақ реттейтін болады. Құдай, негізі Құдай реттейді. Просто біздің мышлениемізде бір затыктар тұрады да, бәрін өзім деп алып аламыз да, сосын Құдай болып кетеміз. Сосын Құдай бізге көмектеспейді. Потому что біз Құдаймыз. Сол Құдайлықтан түсіремін осы неде, марафонда. Енді не айтасыз? Енді қарап, кешке болады ғой, иә? Басталады сағат 7-8-дерде. Сізге мүмкіндік берем. Осы эфирге қатысып, бірінші разборға кіргеніңіз үшін 33 мың теңгенің орнына сіз үшін 26 мың теңге болады. Бірақ полный ақшасын бүгін төлеп тастасаңыз. Хорошо? Тек қана осы эфирге қатысып, Құдай сізге бұйырғаны үшін. Значит, бұл не просто так, сіздің. Иә, сол өзімде ойлап отырмын. Не просто так. Бұл дүниеде болып жатқан заттың не просто так. Әлемде миллиард Инстаграм парақшасы бар. Миллиард психолог бар. Бірақ неге сіз маған түсіп тұрсыз? Значит, сіздің еміңіз менің медитациямнан болуы мүмкін, немесе чакрамнан. Хорошо? Жақсы, онда, Сәуле ханым, X-ті басасыз, сіз үшін подарка сақталады. Кешке дейін бірақ. Давайте, келесі қыздар, келесі Айгүл Оңғарбай бар ма? Айгүл Жомарт Әйгерім Тілепберген қызы бар ма? Жаза қойыңызшы, егер болсаңыз, не істеймін, сізді эфирге қосам. Сәуле апай, X басыңыз. Шығып кетіңіз эфирден. Так, оны қалай шығарам дейді, Сәуле апайды. Давайте, қыздар. Кім келесі? Давайте Айгүлді қабылдайық. Туған күн, егер эфирге, разборға қатысам дейтін адамдар, туған күн, туған ай, туған жыл, туған сағат, туған жеріңізді дайындап отырыңыздар. Тағы 2 адам қалды, Сосын барып сұрақтарыңызға, эфирдегі сұрақтарға жауап беремін. Сәлем. Айгүл, эфирге қосылыңыз, мен сізді күтіп отырмын. Туған күн, туған ай, туған жыл, туған сағат, туған жеріңізді біліп келіңіз. Так, Айгүл жоқ сияқты. Айгүл, қалайсыз? Сәлематсыз ба? Қош келдіңіз. Маған туған күн, туған жыл, туған сағатыңызды айта беріңіз, пока запросыңызды қойғанға дейін. Тез етеміз. 27-сі, 11-і қараша. Жыл? 1981. Сағат? Сағатын білмедім. Тамамен, түс, таң, кеш? Білмедім. Жоқ, білмедім. Вот, онда көрегенді, примерно айтайық. Жеріңіз туған? Қазалы, Қызылорда облысы Қазалы. Казалинска. Сосын, так, проблемаңыз? Менде денсаулық бойынша зобым бар. Қашаннан бері? Негізі 2010-да не істеген, білген, бірақ ол кезде мән бермеген. Қазір уже менде артық салмақ, не одышка арасында. Ата-анаңызбен және күйеуіңізбен қалайсыз? Ата-анам қайтыс болып кеткен, күйеуіммен жақсы. Ата-анаңызды жібере алдыңыз ба? Білмедім.
оларды ойлаған кезде көзіңізге жас тығыла ма? Бұрын не істейтін, қазір ондай Жібердіңіз. бұрын көп ойлайтынмын, аха, қазір ондай. Жалпы кішкентай кезіңізде өзіңіздің пікіріңізді айта алатын ба едіңіз? Аха, айтып алатынмын, өйткені үйде кенжесі не болдым, ерке болдым ғой. Аха. Адамдармен қарым-қатынасыңыз қалай? Құрып білесіз ба адамдармен қарым-қатынас? Ау, Адамдармен қарым-қатынас құрып білесіз ба? білем, аха. Жақсы қарым-қатынас құрып білем. Миссия таптыңыз ба? Бірақ анда миссиям таптым ба, таппадым ба, білмеймін, таппадым ойым. Миссиясын тапқан адам Өзім таппам. деп айтады. Сіз, значит, таппағансыз. Тапқан жоқ. Аха, тапқан жоқпын. Я на месте деп айтады. Айқайлайды. Қараңыз, Айгүл ханым. Тап қазір сізде фокус жоқ, байқайсыз ба? Естілмей жатыр. Сізде фокус жоқ. Сізде фокус жоқ. Шашыраңқысыз. Аха, шашыраңқым. Ойыңыз, көзіңіз, энергияңыз, чакраларыңыз шашырап жатыр. Ол неден болады екен? Концентрация жоқ кеткен. Центрге бәрін жинақтау. И фокус шашыраңқы адам, ол миссия жасай алмайды. Фокусы шашыраңқы адам миссияны орындай алмайды. Енді қараңыз, миссияға жауап беретін чакра бізде тамақ чакрасы. Сіздің горловой чакраңыз жабық, щитовидканың әлсіздігіне қарағанда. И сізде, скорее всего, көз чакраңызда әлсіз. Потому что сізде фокус жоқ. Бір жерге нені жинақтай алмайсыз. Қазір мысалға анаған қарап, анаған бір қарап, мынаған бір қарап, жалтақтап отырсыз эфирде. Қызым сұрап жатыр соған. Сіз неге маған қарамайсыз қазір? Сіз көрініп тұрған жоқсыз ғой. Неге? Сіз, может, мына қарап жер, дұрыстап не істеп жүріңізші? Қыздарыңызға айтыңыз. Не істеу керек? Мүмкін, білмеймін, экранда не істеу керек шығар? Өзгерту керек, жылжыту керек. Сіз көрініп тұрсыз бізге? Мен прямой эфирге бірінші рет кіріп тұрмын. Мен өзім көрініп тұрмын да, сізді көрмей тұрмын. Ойладым, разбор жасап жатқан шығар деп. Разбор жасап жатырмын, картаңыз құрылып тұр, уже қазір айтам. Қалай сізді көрем? Білмеймін, қазір қыздарыңыздан сұрап көріңізші. Мүмкін телефондан шығар мәселе. Жоқ, телефон. Хорошо. Мені көрмей қойыңыз, давайте жүрекпен сезіңіз онда, хотя бы. Просто отырыңыз қазір. Айгүл, бір жерге отырыңыз. Ештемеге алаңдамайық. Бәрін шығарып болды. Все. Қыздар сұраса да жауап бермейміз. Біз 21 ғасырда ең бірінші керек нәрсе не екен білесіз бе? Мұнай сияқты. Жоқ, внимание. Фокус. Не затқа внимание қоясыз, сол жерде бәрі болады. Фокусты денсаулыққа қоясыз ба? Денсаулық болады. Фокусты миссия қоясыз ба? Миссия болады. Фокусты ақшаға қоясыз ба? Ақша болады. Фокусты балашаға қоясыз ба? Балашаға болады. Қазір сіз фокусыңызды маған қойыңызшы. Жүрегіңізді. Экранға қараңыз. Успокойтесь. И балаларға алаңдамаймыз. Қазір сіздің уақытыңыз. Қазір сіздің уақытыңыз. Айгүл, сізге сұрақ. Миссияны іздедіңіз ба? Іздедім. Давайте историяңызды айтып беріңіз, қысқаша нұсқа, тез-тез. Үшінші адам разбор жасау керек. Не болды? Не іздедіңіз? Қайыққа не істедіңіз? Ұрындыңыз? Не бастадыңыз? Бизнес па? Неме айналысасыз? Не ұнатасыз? Не ұнатамын? Сол не жоқ қой, андай. Бастағым келеді, бірақ қорқам, и жаңағыдай қызығушылығым тез басылып қалады. Бұрыннан сондайсыз ба, или соңғы жылдар сондайсыз ба? Бұрыннан сондайсыз ба? Бұрыннан білмедім ол кезде. Қазір өзім байқап қарасам, қазір сондай. Күйеуіңіз бар ма? Бар. Ол асырай ма? Аха. Қазір 1 минут. Минуту можно подождать? 30 минут.
мен неге кіріп кеткенмін ғой намазханаға. Ана жақта адам көп. Давайте онда бүйтейік. Ол сізге жұмыс жасауға рұқсат бере ма? Береді. Жаққа бұрында жасағам ғой. Неме айналысқан ұнайды? Маған ба? Тамақ пісірген ұнайды. Енді пісіріп жатырсыз ба? Бірақ сіз айтқандай бүйтіп несеп басқа жаққа несеп кетемін. Может, басқа салада істесем ба деп өзім әр нәрсені ойлап қоямын. Бір сен нумерологиямен айналыссам ба деп қоямын. Әйтеуір әр нәрсені бір басын ойымен шығарып шығамын. Соңғы жылдар немен айналыстыңыз, неден ақша таптыңыз? Ештеңемен айналыспадым. Армандарыңыз бар ма? Бар. Не армандайсыз? Ең үлкен қазіргі миыңызда тұрған. Бірінші армандайтыңыз ма? Үй салып жатқанбыз, сол үйімізді ертерек бітіріп, соған кірсек дейміз. Ол арман ба не? Прям қиын болып жатыр ма салу? Арман емес деп ойлайсың, бірақ тоқтап қалды да қазір құрылысы. Не затқа тіреліп тұр ол? Ақшаға ма? Қаражатқа. Получается, сіздің арманыңызды ақша шешеді. Енді сол ақшаны табу үшін не істеп жатсыз? Пока ештеңе. Енді қараңызшы, Айгүл. Мына сіздің қазір позицияңыз, позицияңыз кімнің позициясы деп ойлайсыз? Үлкен позициясы ма? Жоқ. Кімнің позициясы? Етіште. Баланың позициясы. Даже сіздің өзіңізге қарасақ та, ренжімеңізші, бірақ сіз бөпе сияқтысыз, тап-таза, әп-әдемі, тәп-тәтті. Бірақ сол бөпе позициясында қалып қойғансыз. Қашанғы сол позицияда жүрмекшісіз? Неше баланың анасысыз? 6. 6 бала туып, өзіңіз сондай жас көрінесіз, молодец. Бірақ неге әлі өзіңіз сол 6 баладан да кішкентай болып отырсыз қазір? Қашанғы сондай кішкентай болып жүре бермекшісіз? Обсервация, намаз оқылайын деп қойыңыз. Бұл қуаңыз, мен эфир өткізіп отырмын. Қашанғы сіз осы позицияда жүре бермекшісіз, маған айтыңызшы. Ол өзгергім келеді. Өзгергіңіз келеді, бірақ не жоқ, решение жоқ да сізде, шешім шығармағансыз. Әлі бүйтіп. Сондай. Айгүл, енді кішкене жинақталғыңыз келмей ма, или осылай жүре бересіз ба былай? Балық құсап, недегі судағы. Жинақталғым келеді. Давайте онда маған тіке қараңыз қазір. Көрмесеңіз, жүрегіңіздің түбімен, ниетіңізбен қараңызшы маған экранға. Қазір айталасыз ба, мен өзгеремін. Өзгерім келеді, өзгерейін бе екен, қашан өзгеремін емес. Мен өзгеремін, болды, все. Хватит. Осы 6 баланы тудым. Өзім әлі 6 баладан да кішкентаймын. Фокус жоқ, миссия жоқ. Естеп не қойып жүрген білмеймін. Армандап қана ана үйім бітсе екен деп алыстан қарап қойып жүрмін, бірақ ол үшін бір саусағымды қимылдатып отқан жоқпын. Қашанғы олай жүресіз? Қашанғы сіз ана өміріңіздің кілтін әлемге беріп тастайсыз, әркімге? Қашанғы бөпе боласыз? Қашанғы сізді ғалам еркелетеді? Қазір сізге ұрысқым келіп тұрған жоқ, просто көп адам осындай детский позициямен қалады да, и сосын детский позиция, жертва позиция былайша айтқанда, примерно 250 мың теңгеге дейінгі табыс бар ғой. Адам, мысалы, айлықта жалақы 250 мыңға дейін табатын адамдар көбісі детский позицияда. 0-ден 250 мыңға дейінгі табатындар, ол детский позицияда. Түсіндіңіз бе? Оны ғалымдар, психологтар, кәдімгідей, финансистер, кәдімгідей зерттеп не істеді? Энергетиктер. Егер сіз 250 мыңнан да көбірек тапқыңыз келсе, енді ана үйді бітіру үшін одан да көбірек ақша керек қой. Или хотя бы сіздің күйеуіңіз тапқан қаласаңыз, сізге просто бала позициясынан шығам деп, көтерілем, өсем деп, бөпе бола бермеймін. 6 баланың бөпесі, мамасы болам деп шешім қабылдау керек просто. Уже уақыт қысып жатыр. 2026 жыл бүкіл әлемді кризис уақыты. Бірақ ол не только ақша, ол ментальный кризис уақыты. Егер біз мына вибрацияға сәйкеспейтін болсақ, ол махаббаттың вибрациясы. Махаббаттың вибрациясы, яғни жауапкершілік алмайтын болсақ өмірімізге, өкінішке қарай 2026-ға дейін есімізді шығарады ол энергиялар.
Қазір Айгүл осы эфирді пайдалана отырып жан жүрегіңізбен, шын жүрегіңізбен, мына 6 балаңыз үшін, ұрпағыңыз үшін, өзіңіз үшін, отбасыңыз үшін өміріңізге жауапкершілік ала аласыз ба? Өміріңізге, фокусыңызға, вниманиеңізға, денсаулығыңызға, миссияңызға жауапкершілік ала аласыз ба? Иә. Давайте онда көзіңізді жұмып, шын жүректен прям сезініп, шын жүректен прям беріліп, бүгіннен бастап мен өміріме жауапкершілік аламын. Және бала пайдамын деп шын жүректен тәуекелмен айта аласыз ба? Айта аламын. Давайте, кеттік. Бүкіл әлем сізге куә болып тұр қазір. Бірақ ол сөзді қайтып алуға болмайды уже ары қарай. Уже жауапкершілікті арқалайсыз ары қарай. Бөпе болуды қоясыз. Ал, давайте кеттік. Бүгіннен бастап. Давайте, енді мен сіздің сөзіңізді аузыңыз салып бермей, өзіңіз жүрегіңізден айтыңыз. Бүгіннен бастап не затқа жауапкершілік аласыз? өзімнің өміріммен жауапкершілікті өз мойныма аламын. Тағы да не затқа жауапкершілік алғыңыз келеді? Денсаулығыма. Тағы да не затқа жауапкершілігіңізді алғыңыз келеді? Миссияңызға алғыңыз келе ме? Алғым келеді, аға. Миссиямен айналысқыңыз келе ме? Миссия деген не екенін түсінесіз ба? Аха. Өмірдегі предназначение, да? адамдарға. Шынымен де алдыңыз ба жауапкершілікті? Шешім қабылдадыңыз ба? Иә. Енді фокусты шашыратып жүре бермей, фокусты бір нәрсеге ұруға дайынсыз ба? Қазір намаз оқуға кіріп кетті, бірақ примерно сіздің картаңыздан қарағаным, сізде Плутон нашар. Плутон планетасы бұл біздің трансформациямызға жауап беретін планета. Бұл біздің әрі құйымшақ чакрамызға ақша табатын, әрі көз чакрамызға жауап береді. Яғни мана ең бірінші көргенде сізде фокус жоқ деп айттым ғой, көз чакраңыз нашар деп. Яғни сізде бір нәрсеге ұру, фокусты қою, бір мақсатты алу, жауапкершілікті алу деген нәрсе. Жауапкершілік алу деген нәрсе әлсіз. Өмір бойы сонымен жұмыс жасауға тура келеді. Сіз тек ағыспен жүре бергіңіз келеді. Қарсыласа алмайсыз ағысқа. Өмірге түсініңіз бе? Қарсыласу керек емес. Мен айтайын дегенім, жауапкершілік ала алмайсыз. Өзіңіздің өміріңізді өзіңіздің қолыңызға ала алмайсыз. Плутоныңыз нашар себебі. Өмір бойы сол құйымшақ пен көз чакрасымен жұмыстануға тура келеді. Әр адамның өзінің картасында бір әлсіз чакралар болады. Әлсіз планетасына орай. Сіздің әлсіз чакраңыз Плутон, ол көз және құйымшақ чакрасына жауап береді. Құйымшақ бірінші адамға разброс жасадыңыз ғой. Сол кісі сияқты менің де жаңағыдай немім бар. Жомарттығыңыз. Материалыңыз, жүрегіңіз ашылып кеткен. Плутоны әлсіз адам граница қоя алмайды. Менің границам, менікі, мен білем, жоқ деген сөздерді айта алмайды әлсіз адам. Плутон әлсіз адам. Плутоны әлсіз адам характер көрсете алмайды. Слабо характерный болады көбіне. Плутоны әлсіз адам характері мықты адамның ықпалына түсіп кетеді. Күйеуіңіздің ықпалына түсіп кеткен жоқсыз ғой, да? Жоқ. Молодец. Енді қараңыз, әйтеуір күйеуіңіз ондай бір сізді езетін адам емес екен, сізге мүмкіндік береді екен. Сізге мүмкіндік бар, оңайырақ кішкене, да? Просто сізге енді тезірек мына фокусты жинақтап, өзіңіздің миссияңызды іздеп, тауып, соған кірісетін уақыт келді. А миссия деген обязательно тек адамзат үшін қызмет емес қой. Миссия деген просто күйеуіңізге қызмет болуы мүмкін. Миссия дегеніміз ол балаңызға да қызмет болуы мүмкін. Бірақ сіз оны таңдағаннан кейін сол миссияны, все, басқа ештеңеге алаңдамайсың, фокус шашыратпайсың, тек соның соңына түсесің. Құдай өзі береді. Сіз арқылы бере ма, күйеу арқылы бере ма, ұрпақ арқылы бере ма, солардың нәсібесі арқылы бере ма, клиент арқылы бере ма, ол Құдай біледі енді ары қарай. Бірақ сіз сол миссияңызға түсуіңіз керек. Миссия дегеніміз ол біздің осы дүниеде арқалайтын жүгіміз, ғаламның алдында, Құдайдың алдында, өзіміздің алдымызда, ұрпағымыздың алдындағы міндетіміз. Борышымыз демей ақ қойыңызшы, маған ол сөз ұнамайды. Атқаратын қызметіміз, және ол қызметті біз рахаттанып атқарамыз. Ұнайды ол бізге. Сондықтан Айгүл ханым, сіз менің тұрақты подписчигім, сіз білемін мен сізді бұрыннан. Бірақ
бір рет неңізді алып. Иә. Енді қараңыз, бізде бұйырса осы миссияны таптыратын марафон бүгін кешке басталады. Сіз кірдіңіз ба соған? Жоқ. Неге кірдіңіз? Неге кірді? Мені қарап жүргеніңізге 2 жыл болды анық, иә? 2 жылдай болды. Иә. 3 жыл болған жоқ. 2 жылдай болды. 2 жылдан бері маған сенім ұяламай жатыр ма? Или сіз өзіңіз құнттамай жүрсіз ба? Қалай ойлайсыз? Бір рет алғам чакра не тазалама не. Ол бірінші рет мен медитация ма? Медитация. Чакра. Чакра ма? Сосын жасадыңыз ба оны? Қалды ма әлде? Сол бір рет жасадым. 3 сағат дегенде онлайн 3 сағат тыныштықта отыра алмай кетесің, бала шағаң кіріп келеді. Бір рет жасадым. Жеңілдеттік Айгүл ханым. Қазір чакраны бөлдік. Эфирде мен кәдімгі түсіндірем. Әр чакраны бөліп 5 минут, 10 минуттан. Сіз мысалы, мен сізге құйымшақпен көз чакрасын тазала дедім ба, тек именно екеуін ғана көз деген чакраны ашасыз да, тек соны қарайсыз да, соны құйымшақ деген чакраны ашасыз, соны тазалайсыз. Болды. Басқа ештеме жасау. Осы 2 чакраны ашу арқылы да сіздің өміріңізде өзгерістер уже басталады. Уже. Түсіндіңіз ба, Айгүл? Егер сіз бүгін алатын болсаңыз, осы чакра марафонын, мен сізге арман техникасын подарок етемін. Ол техника бүкіл армандардың 97% орындалуына себеп болған техника. Реально. Ол жерде тек армандап қойып отырмайсың, нақты жасайтын заттар бар. Қиын емес. Соны пошагам орындау арқылы, сол медитацияны жасау арқылы уже сіздің жаңағы үйіңіз бұйырса реті келіп, ақша табылып, күйіңіздің жұмысы жүріп, я өзіңіздің жұмысың жүріп, я балаңыздың нәсібесі келіп, каким-то образом бітіресіз үйді. Сосын таңғаласыз, мәссаған. Баяда осыны армандап едім, уже арман орындалыпты деп отырасыз. Сіз айтқан БРТ аппаратына түскен кезде ше, сол кезде чакраларыңыз ашық деп общий айтты да, негізі оның ішіне әр чакраға кіріп көру керек па сонда? Бір рет сол кезде сіздің медитацияңыз істеген сатып алып, одан кейін БРТ аппаратына түскен, сол кезде энергияңыз 35 екен, бүткіл чакраңыз ашық депті. Жеке кірген жоқ. Тамақ чакраңызына, щитовидканың ауруы ол тамақ чакрасы. Ол миссияға жауап беретін чакра. Сіз нешедесіз? Уже сізге айтып жатыр ғалам. Миссия табатын уақыт болды. Балаңды тудың, қызметін жасадың. Хотя енді өзің үшін де бір өмір сүрсейші. Жұрт үшін өмір сүріп болдың ғой енді. Өзің үшін де өмір сүрсейші. Деп тұр сізге. Өз-өзіңізді таңдау мәселе. Түсініңіз ба? Ертең бұйырса біздің жаңа мен деген марафонда өзімізді таңдаймыз. То есть басқа әлемнің сыртқы дауыстарын бәрін сырамыз, шығарамыз миымыздан. Жұрттың әсерінен шығамыз, ықпалынан. Ішкі тірегімізді, опорамыз табамыз. Ішкі тірек, опора табылған кезде барып, мен осымен айналысқым келеді. Оды айналысудан қорықпаймын, ешкімнің пікірі маған керек емес дейтін боласыз. Түсініңіз ба? Давайте мен сіздің қысқаша разборыңызды қарап жүрейік картаңызға. Так, сіз өзіңіз жалпы, сізде 30 стихиясының адамысыз. Фон онша емес екен. 30 стихиясының адамысыз, сізге, то есть бір жерде отыруға болмайды. Мүлдем болмайды сізге. Сізге қозғалыс керек, движение керек, әлемді тану керек, көру керек, саяхаттау керек. Білгім келіп тұрады. Жаңа бірден үйрену керек. Сіздің мана айтып отырсыз ғой, мен тұрақсызбын деп. Ол сізде тұрақсыздық бар сіздің картаңызда. Онда сізге не обязательно бір затқа қадалып қалу мүмкін, тіпті просто өмірді зерттеу деген миссияда болады адамда. Оны біз ертең жаңа мен деген марафонда анықтаймыз. Миссия деген медитациядан кейін. Сол медитациядан кейін менде өте көп адам, 100 шақтырмай, одан да көп адам, нақты сан шығарған жоқпын, өзінің миссиясын тауып кетті. Біреу сумка тігіп кетті, біреу варенье пісіріп қайнатып кетті, біреу инженер болып кетті, біреу актриса болып кетті, біреу әнші болып кетті, біреу жаңағыдай өлең жазып кетті деген сияқты. Өзінің реализациясын тапты. Тамақ чакрасы реализацияға жауап береді. Сондықтан, Айгүл ханым, айтыңызшы енді, сіз өзіңіздің өміріңізге өзгеріс енгізуге, миссияңызды табуға дайынсыз ба? Әлі тек қиялдап жүретін адамсыз ба? Онда бүгінгі эфирге қатысқаныңыз үшін бүгін кешке дейін хотя бы жартысын жіберіп қоятын болсаңыз, жаңағы 33 000 теңгенің марафонның аяғына дейін асықтырмаймыз.
сізге арман медитациясын сыйға беремін. А ол өте прям мощный техника. Сол техника арқылы мен үй алдым, Астанаға көшіп кеттім. Күні кеше супер кәдімгідей армандаған қымбат прям керемет күшті костюм тройкамды алдым. Вообще жалпы айтып отырмын ғой, ай сайын бірнеше арманым сонымен орындалады. Сол медитациядан кейін. Соны подругаға беріп, қалай қарайсыз? Не айтасыз? Айгүл, не айтасыз? Әлде онда армандап қиялдап жүре беріңіз онда. 6 баламен 7-ші бөпе болды. Өзіңіздің чакраңызды мынаны ашпайтын болсаңыз, өкінішке қарай щитовидка реттелмейді. Потому что менде де дәл сондай проблема болған 2021 жылы. Щитовидкада узелдер бар деп қорқытқан маған. Ойбай, дәріш деген маған. Мен БРТ аппаратымен емделіп, еще тамақ чакрамды аштым. Тоқтаусыз аштым. 2 жыл бойына тек тамақ чакрасымен айналыстым. Соның арқасында фәтва мынау ашылды. Қазір БРТ аппаратқа түскен кезде мынадан уже узел ешқандай ештеме жоқ. Анализ тапсырғанда таза бәрі. Осының барлығы не только ем, но и чакра тазалаудың арқасында. Енді ойланыңыз, кешке дейін шешім қабылдап өміріңізге, болашағыңызға, 6 балаңызға, миссияңызға шешім қабылдауға дайын болсаңыз, маған дайретке жазыңыз, білесіз ғой мен номерімді. Егер ертеңнен қалатын болсаңыз, арман медитациясы күйіп кетеді. Жақсы, сонда Айгүл, примерно түсіндіңіз ғой, да? Сіздің әлсіз чакраңыз ол Плутон, көз және құйымшақ чакрасы. Сіздің мықты чакраңыз ол шығармашылық, Нептун. То есть сіз шығармашылықпен де айналыса аласыз, любой шығармашылықпен. Сосын сіз от стихиясыз бір жерде отыруға болмайды. Сіз былай айтқанда не дейді ондай? Стартаперсіз. Адамдар әртүрлі болады. Стартап, то есть басын бастайды, қалғанын адамға қалдырады. Сіз сондай басында жүретін адамсыз кез келген нәрсені. Сізге соған ескеру керек. Хорошо? Жақсы, X қойыңыз, 3-ші адамға разбор жасауым керек. Аман болайық. Көріскенше. Рахмет. Қалай шығады? X-ті басасыз. Қалай шығады? X-ті басасыз. X бар жүреді. Х деген әріп. Так, келесі адам. Давайте. Қалай, чакра разбор ұнап жатыр ма? Так, мына эфир қатып қалды ойдым, да? Мен бармын ба эфирде жазып жіберіңізші? Что-то эфир қатып қалды. Алло, вы тут? Так. Келесі адам. Давайте. Мына жерде кім бар? Қазір қарайық. Гүлнара Садуева. Гүлнара. Қатпады дейді. Айгүл де өтім қатып қалған. Барсыз дейді. Айгүл шыға алмай жатыр әлі. Так, Айгүлді күтеміз. Садуева Гүлнараны күтеміз. Давайте. Гүлнара қайдасыз? Гүлнара, сізді күтіп жатырмыз. Бір 20 секунд күтеміз, ары қарай кетеміз. Алмасаңыз. Айгүл, эфирден шықсаңыз. Сіздің эфирден шығуыңызда бір жұмыс болып отыр. Сізге энергиямен точно айналысу керек, Айгүл. Эфир қатырып тастадыңыз. Сіз тездетіңіз, Айгүл. Давайте, Айгерім теттергенді қабылдайық. Айгүл дәл шыға алмай отыр. Так, біреу қосылып жатыр, кім екен? Айгүл шықты. Сәлеметсіз ба? Кім болады? Таныстыра кетіңіз, туған күн, ай сағат жылыңызды айтыңыз. 24-84. Проблемаңыз сосын? Не дейді? Қазіргі мода масштабқа шығу деймін. Сіздің бір дауысыңыз андай, не болып тұр? Анық естілмей тұр. Наушникті өшірейін қазір, наушниктен шығар. Сағатыңызды айтып жібересіз ба? Және туған жеріңізді. Сағатымды білмейді екенмін қашан туған. Шамалы ма? Шамамен. Шамамен әбеттерде болды. Жеріңіз, туған жеріңіз. Ташкент. Қазір. Проблемаңыз? Масштабқа шығу, шыға алмай жатырмын ба? Не жібермей жатыр білмеймін. Масштабқа шығу. Қазір қандай деңгейдесіз?
Мен негізі мамандығым шаштаразым бар. Жай ғана шаштараз болып жұмыс істеп жатырмын негізі. Уже 15-20 жыл. Наемный болып жатсыз ба? Нет. Енді өзім салоным ашқам, өзім ашып, күйеуім екеуміз істейміз. Командаңызда адам бар ма? Жоқ. Командамен адам істей алмай жатырмын сол. Аламын. Не болды? Білмеймін енді мен түсіндіремін, білмеймін. Күйеуім де сәл мінезі ұнатпайды. Екеуіңізбен жасаласыз? Екеуміз енді аренаға салып, ол мужской, мен женскиймін ғой негізі. Ага. Так. Сонда күйеуіңіздің мінезінің кесірінен сіз страдаете? Страдает емес, негізі сондай десеңіз болады. Өйткені күйеуім анау чистоплотно да жүреше біреу сәл тамақ алып кетсе бірден қалса, ой, некомфортно мне дей береді, білмеймін. Негізі қазір дәл момент негізі бір 10 жылдай болды, бір мындай полный жұмыс істеп жатқан жоқпын. Еще декреттемін да, декретке барып келіп, свои клиент барып жұмыс істеп жатырмын ше. Просто қазір қараймын, байқаймын, уже ел дамып жатыр, біз отырмыз әлі деп ше. Мен білетін заттардың бәрі жұрттар оқып үйретіп жатырмын айтым, мындай заттар мен білемін ғой, неге өзің үйретпейсің деген ше. Үйреткіңіз келеді? Ой, жүрдім. Оқытып, бір бар білетін затымен, мысалы бар ғой, мен қазір оқытып жатқан адамдар бар, мен білетін заттар ғой, менде бөлісіп бір. Тазайынсыз ба? Ау? Сізде тазайынсыз ба? Не деген ол, түсінбедім. Таза. Чистоплотный. Менде ма? Білмеймін, мен қатты емеспін. Мен негізі мына сырттың адамын, деймін, үйдің адамы емеспін. Мен тек ана жұмыс істеу керек, бизнес ашу керек деп жүретін адамын. Неше балаңыз? 4. 4 бала. Аха. 4 баланың ең кішісі нешеде? 2,5 жас. Қараңыз, күйеуіңізбен әлде де қалғыңыз келіп тұр ма, или все-таки бөлек шыққыңыз келе ма? Бірге өткіміз келеді негізі. Бірге. Кіндіктеріңізге байланып қалған ба? Жоқ, байланбаған ғой негізі. Хорошо. Күйеуіңіздің қандай несі бар енді? Запростары ма, білмеймін. Ол өскісі келе ма? Жоқ. Ол зачем деп шығады бірден айтсаң, ой, мынанға сен білетінсің, мынау мужскойларда шаштараздан көремін ғой, сол үйретіп жатқанын, не түсіндіріп жатқан. Егер сен мынаны білесің ғой, и ол бір жағынан ұнайды, самоучка да шаштаразда. Любой, мысалы, клиент келеді, өзінің түріне қарап, саған жараса, жараспайды деп шығарып береді. Вот рисунға келсе, рисунын шығарып береді. Вот о да бар да, мен давай соны дамытайық. Өзінде енді егімізді дамиды деп жатқан әңгіме ғой енді. Бар нелер ше. Мен мысалы оқып, мен шаштараз болсам, ол оқымай шаштаразда, ол мен мысалы бір затты үйрену үшін барып оқып, үйренемін ғой. А ол көреді де, болды, сонымен істей береді, ол не емес. Талант бар, таныс жоқ деп. Таныс керек емес қазір. Өзгерді бәрі. Қазір заман өзгерді. Таланттар өзгерді. Иә. Таныс, өзіне продюсер, өзіне талант. Сондай заман рахат заман негізі. Иә, соны айтамын ғой, оны түсінемін, оны бәрін түсінемін, бірақ сіз не затты үйреткіңіз келеді, сонда шаштараз үйреткіңіз келеді? Осы шаш бой негізі бар ғой, мен былай даусыңыз? Бірақ кейін бір звондап қалды, просто отказ берген ғой. Иә? Негізі шаштың енді бар білетін затымды, онша шаш бойынша бар білетін затымды да, например, вот. Үйреткіңіз келеді адамдарға. Иә. Қазіргі ортақ табыстарыңыз қатып қалыватсын негізі. Мен жоқ. Ортақ табыс енді жете ма өздеріңізге? Енді аздық, енді өсіп жатырмыз ғой, аздай жатыр енді бәрібір. 4 болып жатыр. Неге, наоборот, бала туған сайын рызық көбеймей ме, нәсібе? Рызық та көбейеді, не дейді, мысалы, не дейді. Дұрыс қой, рызық та көбейеді, дұрыс, бірақ несі де көп ғой, оны деп айтатын нейді. Шығыны да? Шығыны да бар ғой. Қараңызшы. Атыңыз кім? Қатпа, Гүлнара. Гүлнара, қараңыз, сізде жалпы өзіңізде раздвоение бар. Жалпы любой салада сізде раздвоение бар. Сіз екіге бөлініп жатсыз, жарылып жатсыз кәдімгідей. Сізде бір тұтастық
жоқ. Ha. Бала темасында да тұтастық жоқ. Бизнес темасында да тұтастық жоқ. Күйеу мен қарым-қатынас темасында да тұтастық жоқ. Сіз екі таразының екі жағында қатар ұстап қалғыңыз келеді. Анаған да шабасыз, мынаған да шабасыз, ең соңында екеуі де жоқ. Еккемен ұстап жүрмін ба? Еккемен ұстап жүрмін. Мен соны былай ойлап жатырмын қазір. Соны мен мысалы вот соединение, бәрін бір уақытта, мындай бәріне үлгеретін, вот түсіндім. Вот семьянды да, мысалы жұмысты да бірге алып кете алатындай бір подход керек болып жатыр ма, или бір не керек болып жатыр шында, иә. Бір жұмысым келсе, жұмысқа кіріп кетсем, балам қалып кетеді, балам қалса жұмысым қалып кетеді, сондай болып жатыр негізі. Сізде бар ғой, потому что ішкі тірек, ішкі опора, өзіңізді тыңдау жоқ. Да? Потому что сіз шын, өзіңіздің шын не қалайтыныңызды біліп тұрған жоқсыз. На самом деле, шын. Шын жүрегіңізден керек болып тұрған жоқсыз. Сол қалауды білмегендіктен тәуекеліңіз де жоқ. Иә, может сондай шығар, иә. Иә, сіз балаға да беріле алмай жатсыз, иә, бизнеске де. Иә, күйеуге де, әтсе бөлінуге де. Иә, масштабқа емес, иә, масштаб простой күнделікті. Иә, сондай. Иә, соны айтадыңыз. Сондай состояниеде соны түсініп жатырмын. Иә, солай айтып. Қазір жұмысқа кіріп өзіңіз соңғы орындасыз. Иә. Сіз соңғы орында. Жұмыс көбейіп кетеді да, сен бала шағам ой деп жылап қалып кетеді. Қойшын, бұның аз клиент аламын деймін да бір кезде. Клиент керек болып қалады, әйтеуір. Сондай болып жатыр, иә, сондай состояние. Екеуін соединить ете алмай жатырмын деп айтайын ба? Иә. Соединить ету үшін сіз өзіңіздің жаныңызды тыңдап білуіңіз керек, артық ойлардан, сыртқы факторлардан және адамдардың әсерлерінен, сөздерінен шығуыңыз керек еркіндікке. Данил, қарашы, пожалуйста, Данил. Иә, соны. Сізде жаңағы алдыңғы келіншек сияқты тоже фокус жоқ сізде. Шашырап жатыр фокус. Қазір мен сіздің астрокарта. Иә, точно. Не жасап жіберем? Сосын барып не істеуге айтамын. Так, енді қараңыз, сіз вообще жалпы негізі адамдар үшін жаралған адамсыз негізі. Жұрт үшін. Жұртқа қызмет. Жұртқа қызмет. Партнерға қызмет, күйеуге қызмет. Өкінішке қарай. Сіз сол партнерға қызметке бұрылу үшін бірінші орында, бірақ өзіңізді бірінші орынға қойып үйренуіңіз керек. Вот. Менде қазір сондай состояние жоқ. Оны мойындаймын. Мен қалай тұрмысқа шықтым, солай бөлініп кеттім, оны мойындаймын. Иә, точно, иә. Жан-жаққа. Точно, иә. Миссияңыз адамдар екен біліп тұрсыз, бірақ ол үшін өзіңіз жинақталуыңыз керек та, сіз соны істей алмай жатсыз. Иә. Бір бала, екі бала, үш бала, төрт бала, анан туам, мынан туам, ананың көңілі, мынаның көңілі, күйеудің көңілі, клиенттің көңілі деп жүрген кезде сіз өз-өзіңізді ұмытып кеттіңіз. Нейросистемаңызда сіз соңғысыз. Нейросистемаңызда сіз жоқсыз. Нейросистемаңызда сіз нөлсіз. Бірте-бірте осылай кете беретін болса, бәлкім әлемнен жоқ болып кетуге дейін барасыз. Адамдар не үшін ауырады білесіз бе? Потому что әлемнен осылай жоқ болып кетеді. Ғайып болып кетеді осылай. Бір-бірлеп. Потому что ішкі опорасы жоқ, өз-өзін тыңдай алмайды, өзі соңғы орында жоқ, өзі жоқ өз әлемінде. Сіз қалай қызмет етесіз, сіз қалай миссияны жасайсыз, сіз өзіңіз жоқсыз өз әлеміңізде. Әлемнің шуы тұр сіздің басыңызда, бірақ өзіңіздің дауысыңыз жоқ. Точно, иә. Сол үшін хабарласам, не істейін мен? Қазір айтайын, планеталарыңыз бойынша айтатын болсақ, мысалға сізде пораженный планета, ақша темасы, пораженный. Ақша өте қиындықпен келеді, өкінішке орай. Бұл жатыр чакрасы кейде тамақ чакрасына да әсер етеді. Жатыр чакрасы женская чакра, күйеу, тамақ чакрасы миссия. Екінші пораженный планета Юпитер, бұл ақша каналы тоже, опять ақша темасы де поражение, еңбекпен, қиындықпен бар, но оны реттеуге болады чакраларды ашу арқылы. Жатыр асқазан, тамақ чакрасын ашу керек. Және үшінші пораженный планета Нептун. Нептун адамның басын айналып жібереді. Размытие границ. Граница жоқ. Сізде граница жоқ. Нақтылық жоқ. Шашырап жатыр бәрі жан-жаққа. Бытырап жатыр. Жинай алмайды соның бәрі.
Бұларды чакраларды ашу арқылы осы 3 планетаны проработать етуге болады. То есть жатыр чакрасын, асқазан чакрасын, Нептун көз чакрасы. Осы 3 чакраға сізге көбірек мән беру керек. Жатыр, асқазан, көз. Тамақты да қосуға болады енді, не особо. Жатыр, асқазан, көз негізгі маңызды чакраларыңыз ол. Даниэль. Я точно. Вот, точно. Екінші мәселе. Қараңыз, сіз бар ғой, күйеуіңізден или сепарацияланасыз. Не дейді? Қараш, сосын Или сепарацияланасыз күйеуіңізден, масштабқа шыққыңыз келсе, бөлінесіз. Или масштабқа шыққыңыз қасында отырасыз. Оны да ойлап қойдым, иә. Мен де оны да ойлап қойдым. Қабылдай алмайсыз, пока мына жүрегіңіздің дауысын тыңдай алмайынша. Иә. Сіз өзіңіздің жүрегіңіздің дауысын тыңдауға дайынсыз ба? Иә, әрине. Дайынмын, мен дайынмын. Вообще дайынмын. Қабылдауға дайынсыз ба? Дайынмын. Жеке қабылдау бар ма сізде? Менде жеке қабылдау бар, бірақ мен қазір марафон өткізіп жатырмын. Менің бүкіл энергия фокусым сонда. Сол жерге келген әр адаммен персонально жұмыс жасаймыз. Яғни, бәріне тапсырма бердім, болды, үндемей жоқ болып кеттім емес. Персонально әрқайсымыздың запросымызбен бөлек-бөлек өздеріңіздің аффирмация болады. Разбор. Ол жерде сіз ішкі тіректі табуды үйренесіз. Мен өзім қалай тапсырмай. Мен өзім ішкі тірегім жоғалтып алған адамым бір кездері. 6 адам қайтыс болды. Бірінен кейін бірі 6 жақыным қайтыс болды менің. Ең жақындарым қолында өткен, баққан, қаққан. Туған әкемдей, туған ағам, туған інім, туған апам, дедушкам, дедушкамның інісі, дедушкамның баласы. Көп адам қайтты. Бірнеше жыл, аз, бір қатар, бірінен кейін бірі. Мен өз-өзімді жоғалтып алып, депрессияға, психичный расстройствоға түсіп кеткен адамым бір кездері. 2018-19 жылдары. Жынды болып кеткен адамын. Мен түнімен ұйықтай алмаймын, күнімен ұйықтай алмаймын. Мен өзім жоғалтып алған адам, мен опорамды жоғалтып алған адаммын кезінде. Поддержка бар, бірақ бәрібір ішкі опораға ештеме жетпейді бәрібірде. И соны қолын үйрендім мен. Гүлнара ханым. Енді мен миыма бір не. Қараңыз, опора дегенде мен енді нені түсіндім, неге? Мен үйдің ең кіші қызымын да. Үйдің ең кіші қызымын, қазір опора миыма. Сол кезде мен, білесіз ба, өте енді ерке болып өстім, бәрі возможно болды да, менде бәрі мен мінезімді жетеді әйтеуір. Білесіз ба, мен қалай әкемді 15 жасынан жоғалттым, әкем қайтыс болды. Содан кейін білесіз ба, мен мынау 3 әпкем бар, 3 ағам бар деген менде ой болмады, ответственно. Блин, как будто тез есейіп кеттім же. И анау бар ғой, білесіз ба, мен қазір әр өмірді неған сайын түсініп жатырмын да. Может, сол опора шығар қазір мені жоғалтып алғаным, не? Может, мен сондай неғыға мен бар ғой, оның алдым бар ғой, бір қараң 15 жаста қазір қыздар қыз болып қалған 15 жаста мен папам қасынан жатырмын. Тата ғой сондай білмеймін, бір маленький қыз болғанмын. Бір әкемді қалай жоғалттым, содан кейін бар ғой, взрослый болып кеттім ау деп ойлаймын еткенше. И өзім самолетпен жұмыс істеп кеттім. Ауылда тұрсам не дейді, поле шаптым, басқан бар ғой, білесіз бе, бәрін өзім. Өлдім басып қазір сөйтіп келіп жатырмын да. Сам, өзім дейсіз ғой. Иә. Қазір мен ойламаппын, 3 ағам бар, маған көмектеседі, менде 3 әпке бар деген арқа сүйеу болмады. Вообще ондай миыма келмепті. Может, апарам, ішкі апарамыз әкем болды ма екен, Әкені жоғалтқаннан кейін сізде өмірдің мәні, менде қорғаным бар, менің опорам бар деген, былайша айтқанда из-под земли, из-под ног земля ушла дейді ғой. Сондай состояниеге түскенсіз ғой. И сол үшін былай шашырақ қалдыңыз да, болванка ұқсап. Иә, сөйттім, бірақ бәрібір анау мінезім қырсықтарға барды, сомен келіп жатырмын. Просто деді бір айтып, сен энергияң жақсы, қырсықтығың бар, сомен қазір бизнесті бәрі бизнесті ашып жатырмын. Сізде энергия өте көп, Марс өте жақсы сізде, Плутон өте жақсы. Любой зат жасай аласыз. Үшінде бәрін жасай аласыз, бірақ сізге бәрібір бірінші бүйтіңіз, сіз бірінші менен жеке сеанста алыңыз. Жеке көріп маған керек. Доступный бағада тұр, келесі айдан бастап бәрін қымбаттатып жатырмыз, потому что реально нәтиже бар. Және ол 1 сағат жүрмейді мен. Полный идақтару, установка, мышление, жүрек, чакралар, энергия, рух, астрокарта. Бәрінің деңгейінде жасаймыз. 1 сеанстан күшті болып
Екінші марафонды да алыңыз. Марафонда мен ішкі табуды жылдары мен өмірде үлкен трансформационный моменттер болып жатыр. Қазір бәрі бітсін, сосын бөлісін. Потому что мен андай адаммын. Өзімнің қалай айтсам болады, жетпейінше мен онымен бөліспеймін бір мақсатқа, бір жетістікке. Қазір мен сол процесстемін. Бірақ сол процестің ішінде мен ішкі опораны табуды үйреніп жатырмын. Ешкімге сенбеймін. Құдайдан басқа. Құдайға сену. Құдайға сену дегеніміз Құдай болып кету емес. Өзіңе сену. Сол ішкі опораны табуды үйренген адамын, соны үйретем бұйырса. Осы марафонның ерекшелігі сол. Осы опораны табуды үйретем. Жаңа байқадыңыздар, бүгінге келген келіншек үшеуіңіз де фокус шаштыңыз. Үшеуіңіз де. Но біріншісі кішкене бірақ дегенмен де ол жүрегін ашып тастаған. Ол үшін фокусты өзімізге қоюды үйренеміз осы марафонда. Енді сізге сұрақ, дайынсыз ба менімен бірге өзгеруге, ішкі опораңыз табуға? Дайынмын, әрине дайын болған екен, қасынан шығып сізге қосылып шығып отырмыз. Жеке қабылданайыншы деп ойлап отырмын. Жекеге де келіңіз, ол артық етпейді, наоборот, ол жерде де терең нәрселер талқылаймыз. Бұдан да уже мен әр жолы психологқа барып жүрдім, мен өзім үшін бәрі өзім немесе түсіп кетпейін деп ше. Бірақ уже ақыр кезде психолог көмектесе алмай жатыр деп ойлаймын, уже басылып. Мен психолог емес, мен чакрологпын. Мен рухтанушымын. Негізі, вообще айтып жатқаным ғой өмірде негізі. Енді қазір маған психолог көмек аз болып жатыр. Менің техникам уникальный, ерекшелігі сол. Біз чакралардан шығарамыз травманы. Чакрадан шыққан травма адамға әсер етпейтін, тәннен шығып кетеді. Жаннан енді давайте X-ті баса қойыңыз. Қатып қалдыңыз ғой деп. Түсіндіңіз ғой да? Келіңіз бүгін марафонға, жазыңыз жекеге. Сізге арман медитациясын сыйға берем. Менің техникам ерекше. Офлайн. Қазір 30 yaşındaki онлайн болады ма, офлайн ба? Онлайн болады. Болашақта офлайн қыламыз, бірақ оны қатып қалды. Осымен раз тұрамыз деп уәде беремін бұйырса сіздерге. Так, алло. Мен бармын ба эфирде? Мен қосылғым келеді. Болды, все. Мына салта бар ғой, қайта жазып жатыр. Салтаны қабылдап жүрейік, сосын аяқтаймыз, хорошо. Давайте битик, салтаны қабылдаймыз, сосын мына жерге сұрақтарыңызды жазыңыздар қазір. Сұрақтарыңызға жауап береміз. Салта, қайдасыз? Салта, где вы? Қосылыңызшы. Салта, мына жерде видеоны плюс дегенді басасыз, сосын эфирге қоса аламын. Оған дейін қоса алмаймын сізді. Тездете ойыңыз. Сіз намаз оқысыз ба, келеміз? Қазіргі адамдар айналасына қарамайды. Так, қатып қалдыңыз. Так, мен салтаны қосайын. Давайте. Сонымен аяқтаймыз. Салта, эфирге қосыламыз, тездетеміз. Туған күн, ай сағат жылыңызды кәміна намаз оқыласын, сосын қосам. Пока проблемаңызды айта бересіз. Салта, қалайсыз? Сіз не дейсіз? Қалайсыз, Салта? Молодец, ақыры өзіңіздің табандылығыңызбен шықтыңыз эфирге. Енді маған қазір туған күн, туған ай, туған жыл, туған сағат, туған жеріңіз айтыңыз. Желтоқсанның 9-ы, 1995 жылғымын. Бәйдібек ауданы. Стрелестер мықты. Давайте, қайттан жүріңіз. 9-ы, 12 ай, 1995. 09. Бәйдібек ауданында туылғам. Сағат? Бәйдібек. Сағат кешкісі деп айтады. Бәйдібектен қайқа жатады? Қандай қала? Шаян жаққа жатады.
Шаянның қайда екенін білесіз ба? Қазір Шаян деп берейік, ол шықпай тұр Шаян. Так, онда Бәйдібек қалай жазылады екен? Бек шықпай тұр, Бәйдібек те шықпай тұр. Басқаша қалай айта алады екен? Орысша атауы бар ма? Бұрынғы советский атау. Или жақын ауыл. Боралдай деп жазып көріңізші, Боралдай. Боралдай. Боралдай бар. Түркістандағы, иә? Иә, Түркістанға қараймыз ғой. Хорошо, қазір. Примерно неше дейсіз кешкі? Уақытын білмейді екенмін, кешкісін деп естігем. Шамамен. Неше деп айтты? 17, 18, 19. Түн ауырмаймын, 12 түн болу керек. Бай, не болып кетті? Кеш емес, онда түн болып кетті ғой. 23 деймін онда примерно. Так. Қазір. Что-то ұқсамай тұрсыз 23-ке. Тіпті есімде жоқ па? Не помню. Жоқ, есімде жоқ. Сіз тазайынсыз ба? Мен ба? Жоқ, үйде, неден, декретте демалыста. Чисто плотныйсыз ба? Таза тұрған жақсы көрем енді. Хорошо. Ну, примерно 12 деп бердім онда. Так, қазір... Бір минут. Карта құрысын. Проблемаңыз айта беріңіз. Сол, бәріндегідей өз-өзіңіз таппау ғой сол. Неге? Тірлігіміз өлмейді, ақшамыз болмайды. Не болды? Ақша чакрасы жабылып қалды. Декретке шыққалы бері сол баланың ақшасынан басқа ешқандай табыс түспей қалды ғой. Қайда? Күйеу үйде жұмыс істейді. Ол не көмектеспей ме? Көмектеседі. Менде доход сол үкіметтен балам ақшасы сол күйеуім бергені ғой. Екеу. Жоқ, нешеде балаңыз? Үлкенім 2 жарымда, кішкентайым 1 жастан асқан. Енді кішкентай балаңыз әлі. Қай қасық бар? Білмеймін ба, ақша түсу керек сияқты. Мен күн санап жүргенге үйренбеген ба. Күйеуіңіз ақша бере ма? Былайынша сұрасаң береді. Мәссаған. Сондай ғой, соған бала шығып жатырмын. Жатыр чакрасы. Мат қала береді башы. Қайдан Былай, өзімен өзі тырс қала береді. Қайдан тырыспасын енді? Күйеу ақша бермесе, оның ұрпағын сіз туатсыз, ол ақша бермейді, сұраған кезде береді, жұмыттанады, қайыр сұратып қояды адамға, иә? Самооценка 0. Өз-өзіңізді бағаламайсыз, қолынан ештеме келмейді деп ойлайсыз. Әйтеуір халат киіп алып, орамал тағып алып, әйтеуір қызмет жасап жүргеніңізге мәзсіз, ризасыз, әйтеуір қызмет етіп жатырмын ғой енді Құдайдың алдында. Бірақ базовый потребность жабылмаған, анемия, шаршаңқылық, может, щитовидка, әлсіздік, қандай проблемалар бар. Мүмкін бәрінің көңіліне қараушылық, өзің пікіріңді айта алмаушылық. Сол ше мен жібермейді. Өзіме ұнамаса да ше былай, ұнамайды деп айтамайым да, былай ішімде қалып кетеді. Оның көңіліне тимесін деп сыртқа айтпаймын, бірақ былайына өзіммен өзім ойлана берем да, сол ойлар мені жеп қойып жатыр. Бірақ ешқандай өзгеріс жоқ. Ой көп, бірақ өзгеріс жоқ. Қашанғы сөйтіп жүрмекшісіз. Күйеуіңізден ақша ала алмай, ақша сұрай алмай, бәрінің көңіліне қарап, оның ренжіп қалмай ма деп, бірақ мына жерде ең басты адам өзіңіз емес па? Неге сіз өзіңізді ренжітіп жатсыз? Примерно 10 жыл өтеді, 20 жыл өтеді, күйеу сіздің потребностарыңызды біле алмайды, өмір бойы соларды сүйреу, әлсіреп, шаршап, зорығып, солардың ұрпақтары. И соңғы картина неме примерно? Уже bizar болған картина. Бір-біріңнен. Уже ол кезде қалмайды. Көңілге қара деген қалмайды уже. Bizar боласың болды. Қашанғы өсіп жүрмексіз? Қашанғы осылай жүрмексіз? Менше осындай сабақтарға қатысып жатырмын, психологиялық нелерге ше. Ақшаға сатып аламын да, бірақ басын бастаймын да, білмеймін. Почему екен? Аяқ жағы аяқталмай қалады. Не тірлік шығып қалады, әйтеуір бірдеңе болып қалады, балам ауырып қалады.
бастаймын, до конца істеймін. Мысалы мен 21 күндік марафондарды сатып та алдым, тегінде қатысып жатырмын, білмеймін. Бастаймын, бірінші апта 10 күн күшті болады. Менің марафоным емес қой, сіз маған қатыспаған сияқтысыз. Жоқ, сізге қатысты. Менің марафоным білесіздер қандай екен? Менің марафонда персонализация болады. Персонализация дегеніміз әр адамның запросымен жұмыс жеке. Мен бүйтіп просто медитацияны жасаңдар деп қоятын адам емеспін. Мен осылай тықылдап, тық етіп, ұрысып керек болса, еркелетіп, артынан қалмай, түсіндіріп, миын ашып кіргізіп жібергенге дейін жүретін адаммын. Және менде анандай қиын тапсырма жоқ. Ұйықтап жатып та құлағыңа медитацияны тығып тыңдап жатсаң сол болады. Даже. Уже сол арқылы ұйықтап жатып тапсырма жасамайсыз. Сабақ оқымайсыз, просто тек тығып қоясың құлағыңа. Болды, басқа ештеңе істеудің қажеті жоқ. Тек чакраң кезінде шығар істейтін. Ал медитацияның кезінде сіз просто тыңдап жатасыз, ұйықтап жатып та, жұмыс жасап жүріп те. Сіздің миыңызға менің даусыммен кірем, сіздің миыңызды уже сол жерде медитация арқылы өзгертіп атам. Сізге новый программа салып, сізге керекті. Өзіңізді бағалайтын, өзіңізді бірінші орынға қоятын, бәрінен сепарацияланатын, ешкімнің көңіліне емес, бірінші өзіңнің көңіліне қарайтын. Күйеуден ақшаны ала алатын. Сору емес, қорқыту емес, үркіту емес. Өзі махаббатпен беретіндей. Мен сізге күшті қуантайын. Егер сіз бүгін қатысатын болсаңыз, именно сізге менің 80 000 теңгелік әйелдік медитация деген медитацияны сыйға беремін. Бүгін қатысам деп шешім қабылдайтын болсаңыз. Сол медитациядан кейін бізде күйеулері подарка береді. Сол медитациядан кейін күйеулері подарка береді. Давайте сіздің картаңыз. Сіздің картаңыз бойынша айтатын болсақ, сіз адамдарға қызмет ететін адамсыз. Былайша айтқанда, эгомен, жаңағыдай личный бренд, бизнес деп жүретін адам емессіз. Сіздің сфераңыз услуга. Былайша айтқанда, не дейді ондайды? Жасырын армия. Сіз бейтін жұлдыз болып жарқырайтын адам емессіз, я. Сіз ассистентсіз, я, сіз көмекшісіз. Бірақ, зато все на вас держится демекші. Сіз таза қызметтің адамысыз. Бірақ мен сізге қайын жұртқа күйеуге қызмет етіп жатқан жоқпын тек қана. Жалпы любой жұмыста услуганың адамсыз. Және сізде бірақ өкінішке қарай тамақ чакрасы нашар. Тамақ және көз чакрасы нашар. Пікіріңді айта алмайсың, жеткізе алмайсың, сені түсінбейді, тыңдамайды, сұрай алмайсың, ақша сұрай алмайсың. Мен сізге айтайын, екеуміз ұқсаспыз ол жағынан. Менде де тамақ чакрам пораженный, бірақ сонымен проработка жасап, чакрамды ашып, қазір мен ойымды нақты керек, дәл, жүрекке тигізіп жеткізетін жағдайға жеттім. Мен де дәл сіз сияқты болдым. 2014 жылдары 2018 жылы чакрамды ашып, қазір қалай сөйлеп отыр? Міне, қазір қарайшы салтаға. Салта менің 2014 жылдағы Айсара. Мынау 2020 Айсара. Разница бар ма, қыздар? Иә, бар. Болғыңыз келе ма? Менде де сіз сияқты пораженный планета Меркурий, тамақ чакрасы. Сол үшін менде щитовидкадан проблема болды. Бірақ сол чакраны ашып, тазалап, медитация жасап, өзімен проработка жасап, мынаны ашып. Әрі БРТ-мен, әрі міне қазір мынандай Айсараға жетіп отырмын. Екеумізде разница бар, мен мына Айсараға жеткіңіз келе ма? Мынандай салтаға. Айсара сияқты қазір. Иә, жеткім келе. Дәл керек затыңды айтатындай, жүрегіне жеткізетіндей, керек затыңды ала алатындай. Жалмаңдағы. Жалмаңдаған баламай жатыр, қызым. Боласыз бұйырса. Просто сізге тамақ чакрасын ашу керек. Әлсіз чакраңыз осы. Проработка жасау керек. Күйеуіңізден подарок алғыңыз келсе, ақша алғыңыз келсе, жатыр энергиясымен айналысуыңыз керек. Сізде жатыр энергиясы жақсы. Сәл ашып жіберсе кетейін деп тұрсыз. Сізде жатыр энергиясы жақсы, ақша энергиясы жақсы.
Жалпы құйымшақ энергиясы жақсы сізде. Ми энергиясы жақсы. Тек қана тамақ пен көз әлсіз. Соны ашсаңыз кетейін деп тұр бәрі. Сіз шешім қабылдауға дайынсыз ба? Или осылай бөпе халінде жүре бересіз ба? Осындай позицияда жертва. Мен қолымнан ештеме келмейді. Мен ана курсты алып көрдім. Ол курстан дым пайда болған жоқ деп жүре бересіз ба? Или шынымен де шешім қабылдауға дайынсыз ба? Тамақ чакраңызды ашуға дайынсыз ба? Қатысамыз деп кіріп жатырық па? Молодец. Салта, егер сіз бүгін алатын болсаңыз сол медитация, марафонда әйелдік энергия медитациясын сізге подаркаға беремін. Ол 80 мыңдық медитация. Сол медитациядан кейін бізде жігіттері, күйеулерінің әйеліне деген махаббат артып кетеді. Басқа ешкімді тыңдамайды, әйелін тыңдайды и подарка береді. Өз басынан өтті. Подарка береді саған. Кәдімгі реально подарка береді саған. Ақша береді. Күйеу. Сенен ештеме аямайтын жағдайға жетеді. Сондай жағдайға жеткіңіз келе ма? Иә. Салта, деп ойланғанша, бүгін кешке дейін шешіміңізді қабылдап, сағат 7-8-де эфир басталады бізде марафонның. Ең болмағанда пока бронның ақшасын жөріп қойсаңыз болады. Бронның ақшасын. Қалғанын жайлап марафон барысында жібере бересіз. Но толық ақшасын төлесеңіз, әйелдік энергия медитациясымен бірге арман медитациясын сыйға беремін. Мен сізді қазір просто түсініп тұрмын. Сіздің проблемаңыз менің проблемама ұқсас. Сол үшін баяғы 2014 жылдағы Айсараның көріп тұрғасын ғана сізге осындай жеңілдік жасап тұрмын. Келістік па? Ертең қалсаңыз, әйелдікте жоқ, арман медитациясында жоқ. 33 мың теңгеге сіз 80 мыңның және 30 мыңның медитациясын подаркаға аласыз. Оның бәрі марафон денеңіз тазарғаннан кейін жасайсыз. Просто тыңдап, ұйықтап жатып. Қатып қабатсыз. Звондаватыр. Бәсе. Так, енді жалпы сіздің бүкіл чакраңыз ашық. Сізде 30 стихиясының адамысыз. Сізге үйде отыра беруге, былшырақ отыра беруге болмайды. Сізге энергияны жұмсау керек, шығару керек. Қарашы, ең болмағанда жұмыс жасамасаңыз да, балаңыз әлі кішкентай ғой. Ең болмағанда күйеуіңізбен бір жаққа шығып тұрыңыз, саяхатқа, далаға, кинотеатрға, үйде қамалып отыру противопоказано. Сізге түсіндік пе? Күйеуіңізге айтыңыз. Қыдырайық, киноға барайық, қалаға барайық деп. Дұрыс, өте дұрыс. Соны жасаңыз. Алға басында отыруға болмайды. Сіз 30 стихиясының адамысыз. Сізден мергенмен тоқты көп. Тоқты деген алға жүретін адам. Менде де тоқты бар. Сондықтан мен сізді жақсы түсінемін. Салта, бүгін кешке дейін ғана, кешкі 7-ге дейін уақытыңыз бар. Брондап алып үлгеретін болсаңыз, мен сізге әйелдік энергия медитациясын подаркаға қосымша беремін. Түсініңіз ғой? Ары қарай ойлануға уақыт. Себебі марафон басталғаннан кейін 21 күн бойына мен сізді жетектеп жүремін. Персонализация. Мен бәріне ортақ бірнемен жүрмеймін, түсіндіңіз ба? Әрқайсыңыздың запростарыңызбен жұмыс жасаймын. Сондықтан келіңіз, өкінбейсіз және басқа марафондар сияқты орта жолда тастай алмайсыз бұны. Бұл жерде андай қиын тапсырмалар жоқ. Тек медитация тыңдау и маған қарап отырып чакра тазалау болды. Сол арқылы уже өміріңізде өзгерістер басталады. Уже. И арасында уақытыңыз болса, осындай эфирлер болып тұрады, разборлар. Келіп тұрсаңыз болады. Хорошо? Ал, көріскенше. X-ті басыңыз. Жақсы. Так, достар, эфирге қатысқаныңызға рахмет. Мәз саған 1 сағаттан асып бара жатыр, сондықтан эфирді аяқтайық. Давайте мына жерге дауыс жоқ. Мына жерге сұрақтарыңыз қойыңыз, сосын эфирді аяқтаймыз. Достар, бүгін бізде кешке марафон басталады. Ол жерде біз бүкіл негативтерден босаймыз. Бүкіл позитивке шығамыз. Біз бұл жерде кредиттерден құтыламыз, миссия табамыз. Міне мысалға, мынау менің алдыңғы марафонына қатысқан қыздың несі? Жаңағы отзывтар. Әне кредит реттелді деп жатыр. Көрдіңіз ғой, да? Кредит реттелді. Кредит реттелді. Тағы да не мына жерде? Кредит реттелді. Почти неше миллион кредитін жапқан адамдар бар бізде.
Так, мысалға міне мынау 4 миллион қарызын жапқан қыз. Міне 4 миллион бір чакрадан кейін. Мысалға мына апай, мына үлкен кісі, бұл кісі алдыңғы марафонға қатысты. Ол кісі 2 кредитін жапты. Міне, астына қараңыз, ура, 2 кредитім жабылды дейді. Келесі бізде отзыв, соңғы отзыв. Менде отзыв көп өте, просто тек 4-еуін ғана скачать етіп алдым, сіздерге көрсетейін деп та. Так, міне, жеке границамды қорғауды үйрендім, қалауыма құлақ астым, консультант болдым, өзімді бағалай бастадым дейді. Міне осындай нелер өте көп менде қыздар, жігіттер. Айтпақшы, кеше жақында бір отзывымды көрдіңіз, 40 миллион қарызын жапқан жігіт. Атырауда келіншек алып, чакраны, өзі қосылып жасайды, келіншегімен бірге, арнайы сеанс алған ештемесі жоқ. Просто чакра тазалаумен, ойлаңызшы, 40 миллион қарызын жапты, бизнесін жүргізді, команда жинады, балалы болды. Сол чакрадан 2 балалы болды, ұмытпасам. Постоянно маған келіншегі де өзде жазып тұрады, рахмет деп. Сондықтан қыздар, жігіттер, менің жаңа мен марафоным бүгінгі сағат 7-де басталады. Ол жерде біз бүкіл травмамен жұмыс жасаймыз. Бүкіл ата-анамен біргеміз. Бүкіл каналдарымызды ашамыз. Ішінде деген арман, миссия деген медитациялар бар оның ішінде. Ол медитация сізге қалай да болмасын өзіңіздің миссияңызды таптырмай қоймайтын медитациялар. Арман медитациясы мысалға, сол медитация арқылы мен деген үй алдым, көлік алды, балалы болды, сол медитацияны қайта-қайта жасап, соның ішінде кәдімгі бүкіл менің арман техника. Так, так, сұрақтарыңыз болмаса эфирді аяқтаймыз. Бүгін кешке біздің марафонымыз басталады, бұйырса өзіміздің ішкі опорамызды табамыз, жан дүниемізді тазалаймыз. Сонымен сұрақтарыңыз жоқ, давайте онда жақсы айтамыз. Эфир ұнады ма? Осындай разборлар керек па? Плюс қоя кетіңіз. Сосын эфирді аяқтаймыз. Маған жауап беріңізші. Айнура, мен сізді көрмей қалдым, давайте қайттан сұрағыңыз қойып жіберіңізші. Потому что не жоқ болып кетті жаңа эфир. Дауыс жоқ болып кетті, эфир жоқ болып кетті. Айнура, маған сұрағыңызды қойып жібере қойыңыз. Мына, білмеймін, фильтр қосылып кетті, соған қарағанда біздің өміріміз осындай керемет, қазір нәзір халін табамыз деген сөз шығар. Осы марафонда ерекшелігі внутренняя опораны таптыруды үйретемін. Яғни, ана өзін жоғалту. Мына бір эфир бар, не болып кетті. Так. Эфирді аяқта деп жатыр. Мысалға, өзіңіздің талантыңызды аша алмай жүрсеңіз. Так, 27-11-80 қай чакраны ашу керек? Сізге асқазан чакрасы, асқазан ақша каналы. Ақша каналын ашсаңыз, басқа чакралар ашылады. Астанаға барып әдемі болып кетіпсіз, рахмет. Алла разы болсын, Қанатбек, сау болыңыздар. Так, онда сұрақтар аяқталса, эфирді аяқтайық. Көп-көп рахмет. Марафонда күтемін. Марафон басталғаннан кейін де осы эфирді көріп жатсаңыз, үлгересіздер. Бәрі эфирлер сақталады, разборлар жүреді. Әрқайсыңыздың бөлек-бөлек чакраңыз бойынша жұмыс жасаймыз. Осылайша сізді жаңа потолокқа, жаңа деңгейге шығарамыз. Қатып қалып жатыр, қазір бір қалай ашса болады. Мен марафонда ашамыз бірге. Сау болыңыздар.